Бұйырса, ертең өмірімдегі ең алғашқы марафонды жүгірмекшімін. 42 шақырым емес, бірақ 10 шақырым болады, Құдай қаласа. Сақадай саймын деп айта алмаймын, өйткені дайындық мүлдем болмады. Бір рет қана жүгіріп көрдім. И то оның өзі 5 километр болды. Ертең көреміз енді қалай болатынын. Бағана бар сол заттарды алып келдік, жүгіруге арналған. Міне осындай бір пакет бар. Және ішіндегі заттарға анпакинг жасап жіберейік. Бірінші бұл бізде номер 1349 деген номерге ие болдым. Құдай қаласа киімге жабыстыру керек. Келесі мынау не екенін, мындай пакетте бір нәрсе білмеймін, не екенін көріп көреміз. Не нәрсе, мынау не? Осындай бір нәрсе білмеймін, не екенін, может бүйтіп бұл екен. Бұндай емес. Осындай екі жағында да Атырау марафон деген жазу. Келесі бізден андай овсяный кексы дейді. Андай папа тамақ. Просто осындай кекс. Ішінде изюм бар екен. Может, ертең жеп шығыңдар деген жар. Мынандай бір тема зат бар екен. Негізі алуым керек еді, өзіме беліме байлап қоямын деп ойлағам осындай. Мына жерге соптың тағып қойдым да. Енді аяққа дейін барады ғой. Дәл жүгіре бер деген әңгіме ғой. Күшті дайындалған екен, тыңғылықты түрде барлық заттар бар ішінде. Машина ертең енді күн жосық суық болайын деп жатыр. -4, -5 болып кететін сияқты. Келгеннен кейін тағы да бір видео түсірем, міндетті түрде. Науырағы былайша айтқан кезде біраз іште қорқыныш болып тұр, қалай болады. Жалпы осындай уже түн болып кетті, негізінде ұйықтайтын адам ғой, 23:18 отыр сағат қазір. Ұйықтау керек, азында ерте тұрып жүгіруге шығу керек. Yeah, my first ever medal at marathon running. It was so hard, but I managed to run without stopping. So I'm very satisfied with my result today. It means a lot to me. Yeah. That's it. Woo! I'm literally exhausted, you know. And what about my timing? Oh, let's see. Осындай бір медаль, бұл Атыраудың балығы атақты. 10 километр жүгіріп болдық, үйге келдім. Бірінші жүгірудің қалай болғаны, одан кейін ұйымдастырылу жағы, одан кейін спонсорлар туралы, одан кейін жалпы не түйдім, не қорыттым, соны айтып өтетін боламын. Ең бірінші жүгіру қалай болды? Негізі күткен нәтижем 1,5 сағатта жүгірем деп ойладым. Мен 1,5 сағат, 2 сағатта видеода айтқанда 2 күн бұрын мен жүгірдім марафоннан. 3,5 километрден кейін кәдімгідей шаршап қалдым да. Андай ішімде өшіп атқан, аяғым өшіп атқан сезіп, сосын кейін сондай бір тактика бар ғой. 3,5 километр жүгірем, 500 метр жүрем да, жаяу. Сосын кейін қайттан 3,5 километр жүгірем, 500 метр жүрем деген сияқты сондай бір тактикамен шыққам. Содан 1,5 сағатқа бір созылатын шығар деген ой болды негізінде. Бірақ соңында мен 1 сағат 5 минутте нақты уақытын көру керек. Примерно 1 сағат 5 минутта жүгіріп шықтым. Енді результат өзім үшін, енді басқалармен ешкіммен жарысатқан жоқ. Мен өзіммен жарысатқаннан кейін менің күткен нәтижемнен өте жақсы керемет нәтиже көрсетілді. Сондықтан результатқа мен риза болдым. 1 сағат 5 минутта жүгіріп өте алдым. Енді қалай болды жүгіру барысында? Өзім сезген жоқпын, 5 километр өте тез өтіп кетті, ана жақта атмосферамен, адамдармен деген сияқты. Енді бізде бір не бар, көпір бар, соны айналып қайттан келу керек та. Бірінші ойым не болды менде? Ана көпірге жетіп алайын, сосын кейін жүрем деген сияқты. Өзімен өзім күресіп келе жатырмын да, ішінде, родной, жүгіріп тасташы көпірге дейін, сосын жүресің деген сияқты, демалып аласың сосын. Көпірге дейін жүгірдім, қараймын, ішімде әлі кішкене күш бар да.
Сосын кейін тұрдында жолдың бойында мен үй жағым бар едім, остановка. И сосын кейін сол жерге дейін жүгіріп тасташы, родной дедім, тағы да өз-өзімді алдап келе жатырмын да былайша айтқан кезде. И сосын кейін жүресің деп демалып аласың. Үй жаққа жеттім, әлде кішкене энергия бар, түсінбей жатырмын деген сияқты. И финишта кішкене біраз, 2 километр ма қалған кез. Сосын кейін айттым, тағы 1 километр жүгіріп тастасаң нормально болады деп. Соңғы 1 километр қалған кезде бірақ кәдімгідей шаршадым. Енді өшіп қалдым десем де болады. Ұйымдастырылуы тоже өте қатты ұнады. Несімен ұнады? Біріншісі бұл азында келе салысымен біз енді 6:40-қа таяу бардым. Марафон өзі біздікі 7:20-да басталу керек еді. И бардым, ана жақта музыкамен тренерлер кәдімгідей тренировка жасап жатыр, жаттығу. Арасында еще домбыра тартты, енді андай суықта домбыра тарту өте қатты қиын болған шығар. Енді біз қолымызды шығарамыз, қатып жатыр да қол. Аналар болса үш киімі ойнаған сияқты. Жеті жарымда біз жүгіруді бастап кеттік. Так. Да, капитан! Давайте, көтеріңізші, бер жағы И сосын кейін жол жүгіріп келе жатқан кезде, енді бірінші марафонға мен бұндай нәрселерді білмеймін де енді. Жолдағы сусындар ұсынады, банан дейді, неше түрлі басқа нәрселер, андай пакетиктердің ішінде сулар болады. Сондайлар жолдың бойында беріп тұрады. Жолда волонтерлар өте көп тұрды, кәдімгідей қолдау көрсетіп, сенің қолыңнан келеді, сен жасайсың, жүгіріп тастайсың, давай алғалы. Я көрген кезде андай да, типа, әшейін просто емес, сен жүгіріп келе жатқанын көреді, әшейін тұрмайды да волонтерлар, өзіне беріліп, айқайлап, барлық шапалақтап деген сияқты. Ол да бір кішкене қанаттандырып жүруге адамды септігін тигізді. Осындай болды. Енді атмосфераның арқасында да бір көмегі болған сияқты. 10 километрді соңына дейін бағана айтуды ұмытып кеттім. Тоқтамай жүгірдім соңына дейін. Өзім ойладым, тоқтайтын шығармын деп, бірақ та соңына дейін тек жүгіру болды. Жүгіріп шықтым тоқтаусыз. Спонсорлармен қатты жұмыс істегені көрініп тұр негізінде. Мықты тартқан спонсорларды, мысалға мына бір телефон салып қоятын дүниені, бұны Халықбанк спонсорлар жасаған екен, мына жерде. BI Group мынандай бір стикер пактар дайындап қойғаннан кейін, келгеннен кейін бірден осылай біз жүгіріп болғаннан кейін келдік. Осындай стикер пактар таратты, Infinity-ның өзі осындай бір су дайындап қойған екен. И сосын мына лав шпинат деген дүние бар. И ан жақта да беріп берді негізінде, и осы да спонсор болған екен. Одан бөлек мына бір медаль бойында да жазып тұр. Мысалға NCOC Show деген сияқты жергілікті компаниялар, одан кейін Freedom Broker'дің өзі осы марафонға не болған екен, спонсор болған екен. Әрине қуантады. Осындай үлкен компаниялардың спортты дамытуына да, халықтың спортқа деген құлшынысын арттыруға спонсор болуы қуантады. Өте керемет ұйымдастырылған. Және соңғы ол дүние түйдім, жүгіруге болады екен, оказывается. Біз өз-өзімізді қатты білмейді екенбіз, біздің ішіміздегі күш қуаттың қанша жерге баратынын. Мысалы мен ойладым, 5 километр жүгірсем өзіме риза боламын деп, бірақ та 10 километр тоқтамай жүгіріп шығу біздің ішкі жан дүниемізді, ішіміздегі қуаттың қаншалықты мықты екенін, энергияның қаншалықты күшті екенін өзімізді әлі де болса бағаламай жүрген болуымыз мүмкін екенін түсіндім. Осы жүгіруден кейін адам қаласа көп нәрсені істей алатынын түсіндім. Ұнады марафон. Бұл бірінші марафон болғаннан кейін әлі енді келесі марафондарға міндетті түрде қатысу керек. Сіздерде егер жүгірмеген болсаңыздар, осы бір сәтті, осындай бір эмоцияны бастан кешірулеріңізге кеңес беремін. Өте қатты ұнайтынына сенімдімін. Жүгіріп көріңіздер. Мықты болды енді.